Ассалаумағалейкум. Ағатай Аманбай Мұқатайұлы. Алейкум ассалам. Біз мынау өзіңіздің атамекеніңіз, еліңіз, жеріңіз Сарыарқадан, сонау туып өскен жерлеріңіз Жаңарқадан келдік. Қарағанды облысы, Ұлытау облысының территориясы деп атайды қазір. Ондағы мақсатымыз мынау сіздің қасыңызда отырған Жұман Әбдікәмәл деген менің нағашымның әкесі Әбдікәмәл деген кісі осы жақта 20 ғасырдың 20 жылдарынан 35 жылдарға дейін кім болып істеген ол кісі? Ауыл совет болған екен. Ауыл советтің төрағасы болған екен. Жаңағы осы жақтың азаматтары енді бұл Дулаттың Шымыр деген баласының, ұлы жүздің Дулатының Шымыр деген баласының елдің жері ғой, солай емес пе? Сол жаңағы неге қарамай Жұмекеңнің әкесін жаңағы ауыл совет қып сайлаған екен. Ол туралы қазір бұл кісі де өзі айтар, кім айтқанын, қалай айтқанын. Оған дейін ең бірінші Ағатай, сіз сонау өзіңіз туралы айтып жіберіңізші, сіз кімсіз? Мен Мұқатаев Аманбай осы жерде тудым. Қай жылы? 1946 жылы. Қаттырақ сөйлеңіз. Қазір 81-де жасым. Осы мына қазіргі Тараз деген жерде сөзді техникум бітірдім. Қызыл дипломға, одан кейін Алматыдағы Совет институттың заводын бітірдім. Өмір бойы бір салада еңбек еттім, мал дәрігермін. Ошым, біз естігеніміз бойынша сіз загот конторада сондай үлкен қызметтерде болдыңыз ғой, ә? Жоқ, загот конторда болған жоқ. Енді қайда? Енді қандай қызмет атқардыңыз? Мен мал дәрігер болдым. Загот контор деген ол бір ол кездегі дұрыс емес мекеме болды. Жақсы. Енді мені қатты терең қызықтырып отырған бір керемет жағдай бар, Ағатай. Сіз Сәкен Сейфуллиннің Сейфолланың әулетіменен Ысқақ Жәкен деген болыстар болған бізде Нілдіде. Нілді болысының болысы Ысқақ деген болыс болған. Одан кейін Еркесай болысында Ысқақ деген болыс болған. Нілді болысында Жәкен деген болыс болған. Ал мен естідім ұзын құлақтан, сіз осы Жәкеннің апасының ба, қарындасының ба, сіздер содан туған деп осы жерге тоқталыңызшы. Ол кісінің біздің түп нағашыларымыз. Ал айтыңыз, ол қалай? Ол жаңағы Зейнеп деген Жәкеннің қыздары, қарындасы менің жаңағы бабаларым берген ғой. Бабаңыздың аты кім? Жәкеннің қызы Зейнепті берген. Құманбек. Фамилиясы қалай? Құманбек менің әкемнің аты. Құманбектің жары болған ба Зейнеп? Иә. Жамал деген кісіше? Жамал деген тағы бір атасының ағасының несі болған. Жолдасы болған ба? Иә, жолдасы болған. Сонда жаңағы Ысқақ Жәкен әулеттерінен Зейнеп пен Жамал осы сіздердің бабаларыңызға тұрмысқа шыққан. Иә. Бабаларымызға берген. Біз негізі уақ руынанбыз. Уақтың қай руынан? Уақтың ішінде? Уақтың ішінде Шайкөз деген руынанбыз. Біздің ата қонысымыз ол Қостанайда жоңғар шапқыншылығында сонына қысып нағашыларына кеп Жаңарқаға Сөрді мекендеп, Сөрдін бізге жаңа Көктің көлі деген Қазде бар жер.
Söөрді біздің жаңағы Жакен аталарымыз бөліп берген нағашылары. Жакен болыс бөліп берген бе сіздерге? Иә, бізге Көктің көліні? Көктің көлін берген. Көктің көліне бір жағы Ариханның бидайығы деген жер бар екен. Соның біраз жерін берген. Аха, түсіндім. Ал енді сіздер бұл жаққа қалай өттіңіздер? Бұл жаққа біз жағы Сәкеннің несіне күн туғаннан кейін, Басына күн туғаннан кейін бізді бұлай түрткілей бастапты. Содан кейін біз осында келіп қоныстандық. Қай жылы? Бұл 20 менің ағам 20 жылдың аяқ жағында. 20 жылдың аяқ жағында. Ал Сәкен тарақты Майшора болыстар арқылы, Майшора болыс және Мәдібек болыстар арқылы осы жақты билеген, мына Мойынқұм менен Ұланбел жағын билеген тарақты Мәдібек болыстар менен өткені туралы, осы Әулиетаға қалай өткені туралы мағлұматыңыз бар ма? Мағлұматым бар. Оғысыны жағы о кезде мына су деген керемет тасып жататын, содан өткізіп, Қазықты деген өткел болған, сөйден өткізіп, жағы болдырған, аты болдырып, біздің аталарымыз жағы атын атап алып берген, сөйтіп жағы киім, кәдімгі саптама етіктер, соңғы Түліктімаға барып, мына Әулиетаға қарай шығарып салған. Ал енді сонда жаңағы қазықты арқылы, сонда ол кісі қазықты арқылы, болыстық деген жерлер арқылы, мына Шу өзенінің үстіменен құм арқылы өткен бе Әулиетаға? Иә, құм арқылы өтті. Сонда сіздерге Сәкенмен құда болып отырсыздар ғой, сонда апасын алған. Солай ғой? Жиен болды бұл кісі. Сіздер сонда Сәкендерге жиенсіздер ғой, туған. Сол сіздер туғандықтарыңызды білдіріп Әулиетаға шығарып салдыңыздар ғой. Иә, біздің Жақсыбай деген атамыз Сәкенмен түйдей құрдас болған. Сол кісі жағын етіп шығарып салған ғой. Кейіндері ат беріп болдырған атын. Бірақ ол кісі Сәкен болып емес, Жұмақас деген атпен өткен. Дұрыс айтасыз. Жұмақас деген атпен, жаңағындай құпия атпен өткен. Сондай болған сөйтіп. Мына Жамбылда қазір Тараз дейді ғой, өрді жаңағы революция ерте орнап, сөрге Жылыспаев деген нелер соларға барып сөрде болған. Революционерлер ғой Жылыспаевтар. О кісіменен жаңағы осы революцияны қолдап жүрген Қызылдың азаматтары ғой. Қызылдың азаматтар. Ал енді главный келген шаруама қарай көшейін, ағатай. Жұмеке, Жұман аға, сіз бұл кісілермен қалай туысқансыз? Біз бұл кісілермен, бұл кісінің әкесінің ағасы менің әкемнің қарындасын алған. Әкесінің атын айтыңыз аға. Бақыбай деген кісі менің бұл кісінің әкесінің ағасы. Значит, бұл кісінің әкесінің аты Мұқатай, Мұқатайдың әкесінің аты, ағасының аты Бақыбай. Бақыбай қалай дедіңіз? Бақыбай менің Нақыш деген әкемнің қарындасын алған. Құда екенсіздер ғой. Туған құдамыз. Мен бұл кісіні бұрын бұлай жүздескем жоқ. Бүгін Алланың сәті түсіп, осы сапарымызда осы кісімен танысып отырмыз. Мен енді бұл жаққа шыққандағы мақсатым, бұл жақта жаңағы Жайлабай деген жаңағы апамыздан туған жиеніміз болған. Ол кісі өмірден өтіп кеткен, бұл уақытында қатыса алмады. Ол кісі бізге бір-екі рет келген. Сол уақыттарда осы жерде бізге айтып кеткен, осы жақта
жаңағы әкелерінің атында жер бар. 20-шы жылдың кезінде 33-34-ке дейін осы жерде тұрған. Сол уақыттардың ішінде ауыл совет болған осы жерде. Мынау біздің әкеміз, мынау Ал енді бір ауыз сөз. Сіздің әкеңіз ауыл совет болған осы Құмөзекте деп кім айтты? оны Құмөзекте ауыл совет болған деп Жайлаубай айтқан, жаңағы жиеніміз. Осы жерде. Содан кейін негізі анау ауылда біздің ауылда Қазір Жайлаубайдан осы жерде кім бар тікелей? Жайлаубайдан қазір Қоралай деген қызымен таныстық. Талас деген баласы болған екен. Мұрат деген баласы болған. Олар бәрі өтіп кеткен екен өмірден. Қазір жаңағы Қоралай менен күйеу бала бар екен осы жерде. Содан кейін Жайлаубайдың немере інісі жанымызда отырған Аманбай ақсақал. Мен негізі бұл жақта ауыл совет болған дегенде біздің ертеден ауылда аңыз болып айтып келген әңгіме болатын. Жаңағы менің әкем Әбдікемал Көбекейұлы. Жаңағы осы алғашқы қызылдар келіп мына елге келе бастағанда соң Қай елге? біздің мынау бірінші ауылда Жаңарқа Өспен еркіндік жеріне қазіргі. Өспен еркіндік жері бірінші ауыл деп аталған ба? Бірінші ауыл деген сол еркіндік. Сол бірінші ауыл, бұл уақытта бірінші ауыл жоқ. Жаңа совет үкіметі жаңа келген уақытта бұл кісілер қарсы ұйымдасқан екен. Бірінші ауылда көтеріліс болды деген кейін шығып Қызылдарға қарсы көтеріліс болған. Қыздарға қарсы шыққан. Сонда менің әкем Әбдікемал сол ауылдағы өз қатарлы жігіттерді бұл уақытта ол кісілер 20-ның ішінде 20-ға жаңа туған 20 ішіндегі азаматтар болған. Сонда бұны ертеде бізге айтатын ауылдағы ақсақалдар біз Әбдікемалға еріп осылай ұйымдасқанбыз деп. Қай ақсақалдар айтты? Маған Бөлекбай деген ақсақал айтты, Жантүгел болады. 17-ші разъезде тұрған ол кісі. Сол кісі маған айтатын аңдасаң. Ол уақытта біз мән бергеніміз жоқ. Тағы қай ақсақал айтты? Одан кейін мынау неде Ағадырда Мартыкенов Асанхан деген кісі болды. Мартыкенов Баз деген баз болған. Сол баздан бастығы болды ол кісі Мартыкенов. Мен 1974 жылы жаңағы Мартыкенов базынан бір совхозға дұз мел алуға келгенімде сол кісі сол баздың иесі екен. Менің жаңағы доверенностьтегі фамилиямды оқып Әбдікемалов деген. Ай сен қай Әбдікемалдың баласысың? Мынау фамилияң Әбдікемал ғой деп. Осындай деп айтқаннан кейін Тоқа осылай деп айтқаннан кейін ол кісі ойбай қайда жүрсіңдер? Әбдікемалдың атына шықпай кеткеніне көп жыл болып кетті. Бар екенсіңдер ғой айналайын деп. Ол кісі содан біраз әңгіме айтты. Мен жаңағы ең ішіндегі жасы мен едім. Әбдікемалға еріп жаңағы осы шу жаққа, Қырғызстан жаққа, Жамбыл жағына, Өзбекстанға дейін барғанбыз. Кім барыпты сонда жаңағы кіммен бірге? Сонда енді ол кісілердің атына бәрін айтқан жоқ. Жаңағы Бөлекбайдың барғанын айтты. Өзі барғанын айтты. Енді ол жерде біраз әңгіме айтты. Мен жас едім, аса мән бермедім. Осы жаққа келдік дейді Әбдікемал әкеңізбен еріп. Осы жаққа келдік дейді. Содан кейін осы жақта жүргенімізде осы жақта да қызылдар бұл жаққа совет үкіметі бұл жақта орнап жатыр. Содан кейін жаңағы колхоздастыру ұйымдастырылды дейді. Сол уақытта осы жердегі елдерге ал енді өздерің сайлаңдар ауыл советті деп айтты дейді. Жаңағы осы жердің тұрғындар Шымыр еліне, Дулаттың Шымыр еліне. Қазір сөзіңіз аузыңызда, Жұмеке. Бұл жер Бұралқы болыстығы деп аталған ба ертеректе ағатай? Иә, Бұралқы Сұлтанбекұлы болыстығы болған бүйір. Бұралқы Сұлтанбекұлы деген болыс болған, содан бұл жер Бұралқы болыстығы деп аталған ба? Иә. Аха, Жұмеке жалғастыра беріңіз. Содан жаңағы ал енді өздерің сайлаңдар іштеріңнен біреуді деген. Соң бұл уақытта біздің әкеміз осы жерде кішкене біраз уақыт тұрып қалған екен. Барлығы жаңағы Халық біледі. Халық біледі екен. Соңында бізде бір керемет арғын бар. Соны ауыл совет сайлаймыз деп біздің әкені сайлаған екен. Біздің әке өзі еш жоққан, Мұқтасар деген оқуын бітірген, көзі ашық азамат екен. Және сондай тілді көзі ашық елмен жақсы араласатын адам болғаннан кейін сол кісіні ауыл совет сайлаған екен осы жерде. Мұқтасар деген не? Мұқтасардың ескіш оқу көреді енді. Ол жиынтығы деген сөз. Соны сізге жаңағы Асанхан айтып отыр ғой осының бәрін. Асанхан айтты. Жаңағы Бөлекбай ақсақал айтты осы жаққа барғанын. Содан кейін Қасымхан деген мынау нейді Босаға совхозында Қандықараша
Қасымхан деген ақсақал болған. Иә. Ол кісі жаңағы біздің елге жиен болады екен. Ол кісі осы жерде сол сайланған уақытта бәрінің ішінде болған екен. Енді 3 адам болды ғой. 3 адам болып отыр. Иә. Ол кісі енді сол осы жақта жүрген уақытта әкейдің жаңағы бірінші әйелі үлкен шешеміз. Кім аты? Аты Менің естуім бойынша ол менің ұлы нағашыларым мынау Мұқышып Жаңбырбайлардың апалары емес па? апалар сол Аты кім? Аты Гүлшара, Гүлжүкен. Күншікен ғой, Күншікен. Аха. Күншікен деген кісі болған екен. Ол кісі жаңағы балалар шетіней бер екен бұл жерде тұрғанда. Шетінеп, содан бір Тұрсын деген кейін бір қыз туған уақытта осы Аманғасын Тұрсын деп атын қойған екен. Бірақ ол шешеміз қыз аман қалыпты, шешеміз сол жерде дүниеден өтіп кетті осы жерде. Қай жерде? Осы жерде, Осы жақта жерленген. Осы жерде. Осы Құмөзекте жерленген. Қазір Сәти деген ағалардың қорымына барамыз, сол жерде жерленген ғой. Сол жерде болу керек бұл жерде. Жақсы, аха. Содан кейін бұл жақта енді біздің әкей жаңағы мынау Совет үкіметіне негізі қарсы адам. Бұл жақта Совет үкіметі жұмыс істемеген, баяғы өздерінің салты бойынша әлгі көкпар, бәйге ұйымдастырып өздерінің қазақы ойындары жасап, содан кейін көзгеліккен ғой соны. Содан бұл Әлдедан болды ғой ол кісі. Әлдедан болған. Ат үстінде 20-30 адам жаңғыз өсіп кететін адам болған. Содан бұл жақта өзін көрсете бастайды. Мынау Совет үкіметіне қарсы халық жау деп. Біздің әкей қашып кетеді, жаңағы елге қайтадан. Бұл 20-шы жылдан 35-ші жылға дейін тұрады, 15 жылдай. 34-35 жылдар қайда. Содан кейін жолдасы кім болды ол кісінің? Жаңағы менің ұлы нағашым Мұқышып Жаңбырбайлардың жаны жаннатта болсын, солардың шешелерінен кейін екінші жолдасы кім? Енді бұл кісі бұл жақтан кеткен уақытта жаңағы Қасымхан, бұл жақта Қасымхан да сотталып кетеді, жаңағы Сәкеннің Марткенов. Ол да кейін соттауға да шықты. Біздің жаңағы әкеміз сол елге қайтады да, елге барып, сол 36 жылдар, 35 жылдар менің шешем Қазкен деген Мәукіл қызы, төренің қызы, мынау Моғолы өзіміздің ар жағымызда сол жерде тұрады. Сол жерден әкей сол кісіні алып қашып келіп, сол екінші жолдасы менің шешем жаңағы Қазкен төренің қызы болады. Сіздер нешеу туғансыздар жаңағы Қазкен шешемізден? Соғысқа дейін жаңағы Қазкеннен Рымкеш Гүлсім деген екі қыз туады. Содан кейін бұл жерде тағы да көп шаруа бар. Әкем жаңағы жерде елге келген уақытта айта беріңіз шындықты. Кенжебай деген туысқаны бауыры басқарма болады жаңағы еңбек деген жерде. Басқарма. Содан кейін әкейге сен мына жерге, менің нағашыларым айтулар еңбек деген біздің жеріміз дейді, сол жер ме? Сол жерде, иә. Сол жерге ол жерде колхоз ұйымдастырып магазин, дүкен ашамыз дейді. Соған жаңағы Кенжебай бауыр айтады, сіз мына Кенжебай деген кісі мынау Өспенде Нілдіде әкім болған, Амангелді милиция болған, одан кейін әкім болған Амангелдінің әкесі ме? Ақпаров Кенжебай деген кісі атақты адам болған. Қошқарбаев Сәбиттің ағасы ма? Ағасы, иә. Түсіндім. Сол жаңағы Кенжебай ағамыз, әкеміз сол жерге басқарма не болды дейді, дүкен ұста дейді. Содан бұл кісі дүкен ұстайтын болады, бірақ енді елде жаңағы қаржы жоқ, дүкен деген нәрсені алатын. Содан әкеміз жаңағы магазин деген нәрсені елге бұлай беретін көреді. Таратып. Содан кейін жаңағы тексеріп келсе, магазинде ақша жоқ, жаңағы нәрсе де жоқ. Мені бұл магазиндегі нәрсені таратқанда Жетім Құсайын деген ауылда ақсақал болған. Сол кісі айтады, ол кісімен де кезіккенім бір қызық оқиға. Айқынбек Кәріғұл деген Босаға совхозында 20 директор болған ақсақал екеуі Айсаның бойында, Жаман Сақсудың бойында екеуі демалып отыр екен. Мен бір кел жатсам, шешемді көшіріп әкелуге Босаға совхозына. Сол жерде кісіге барып сәлем бердім. Жаңа Айқынбек Кәріғұл деген кісіні танитынмын, жанындағы кісіні танымадым. Содан жаңағы Кәріғұл ақсақал мамырды барып сәлем бергенімізде жанымда шоферім бар. Ана кісі таныстырды жанында ақсақалға. Мына кісі Құсайын деген ақсақал, ортауда осы тұрады, жылқы баққан бір ортаудың ақсақалы жақсы деп таныстырды мені. Соң жаңағы Құсайын ақсақал, сен кім баласың еркіндікте, кім баласың деп сұрады. Мен осындай Әбдікім алдың баласың. Мен Әбдікім алдың баласы болсам, ойбай деп ол кісі орнынан атып тұрып, мені құшақтап, көзіне жасап,
таршықта берген құйқаның дәмі ауыздан кетпейді деген әкем баяғыда 35-36-37 жылдары магазин ұстаған. Сонда маған магазин кіргізіп, мына магазинде не қандай киім саған сияды деп, мен жетім баладым дейді, кіргізіп жіберді. Содан мен осы магазинде де аса нәрсе жоқ, ішінде бір бас киім ғана маған дәл келді, соны киіп кеткен едім деп жаңағы кісі есіне алды. Көзіне жасап Ал енді Жұмеке, мен сізді қазір бөлейін осы жерден. Содан о кісі жаңағы дүниенің бәрін таратып берді. Елде ақша жоқ. Одан кейін не істеді? Одан кейін жаңағы ревизор келіп тексеріп, жаңағы ертең неге Жаңарқа ауданға келіп кетеді. Иә. Содан кейін үйге өзінің шешесі бар, менің шешем бар, жұбайы келіп айтады, осылай деп кетті деп. Содан шеше айтады, енді сен кімге не бергеніңізді білесің ғой, жинап ал дейді. Сосын әке айтады, атаңыз ұрайын, кімге не жинап аламын, өзі күн көре алмай отыр. Мен қашып кетем, сендер уайымдамаңдар дейді де, бір атты жетегіне бір атқа мініп кетіп қалады. Қай жылы? Бұл 37 не 38 болу керек. Содан әрі қарай қайда кеткен сол кейін оқысын? Содан қашып неге бір уақытта Секбарай дейтін біздің жас кезімізде. Секбарайда жүргенде, сөйтіп Северный край, енді сол Омск жаққа шығып кетеді ол кісі. Сол жаққа барса Сапи деген. Мына уже 20 мен 35 жылы Құмызөкте болды. Осы бүгінгі Мойынқұм ауданында. Одан кейін 37 жылдары Севкрайға кетті. Секбарайға кетті. Ал Содан Секбарайға барса, ол жерде Сапи деген туысқанымыз жүр екен дейді. Ол кісі атақты адамның бірі. кім ол кісі? Жаңағы кімнің Тағайда Күшекең болады ол кісі. Тағай бәрі бірге туған. Күшекең Өтебай болады ғой, Тағай болса. Иә, Тағай. Күшекеңнің ең үлкен ұлы. Өтебай Сал деген естуіңіз бар шығар. Иә, сол кісінің ұрпағы. Сапи сол жақта жүр екен дейді. Мынау қазіргі Елкен, Зейнекен, солардың әкелері. Иә, дұрыс. Енді ол анау онда барса соның Зада деген Мұрат Оқасы, Нияз Зада деген атақты адам болған. Ол кісі сол жерде екен. Оның әйелі Ақш деген, ол да жаңа Кенжебайдың апасы екен. Жаңа Кенжебай. Ал ағайындар Севкрайда кездесті. Сол жақта жолығады бәрі. Анау жаңа Нияз Зада деген кісі, ол да байдың баласы екен. Ертеде жаңағы біздің апаларымыз үйленген. Ол кісілер де сол жаққа қашып кеткен екен. Содан тағдыр қалай болды әрі қарай? Сол жерде ол кісілер жаңағы жақсы тұрады. Ол жерде енді біздің әке өзі Ширақ сондай адам болған, батыр. Сол жерде ол жерге де ол кісіні бір бригадир жаңағы торып қоятын көреді, паровозға жағатын. Солардың бригадир қылып қояды. Сонда бригадир болып жүрген уақытта бір орыс начальник біздің әкеге, сен негізі көз қарасың үкіметке дұрыс емес. Сен негізі қарсы адамсың мына совет үкіметіне деп маза бермейді. Содан Әкем оны бір күні аңдып жүріп, неден тоғайдың ішінде, орманның ішінде Пәуескемен кетіп бара жатқанда, жаңағы Атай досымен қосып ұстап, сабап, Пәуескесін тартып келіп тұр дейді шешеме. Жүр елге қайтамыз деп, орыс сабаған, тастаған, жаңағы далаға тастап кеткен. Sonra шешем айтады, бір қыз жетегімізде, бір қыз аяғым ауыр дейді. Қалай барамыз мына Пәуескемен? Енді өзім жолды білем, кейін айтпай кетіп, шешемді кейін шақырмам ғой жаңа неге. Ол күн Секбарайға. Мына осылай келесің, хабар бердің ғой. Ақмолаға жетесің, Ақмоладан Қасбақ деген туысқандар бар. Солар неге жеткізеді деп жаңағы. Омскке қарай. Соған шешем барып, сол жақта жақсы тұрғанбыз дейді. Ол жақта жақсы тұр, жаңағы Сапи бар, екеуі күнде мал сояды орыстардың. қайтып келе жатыр енді Пәуескемен. Пәуескемен қайтам дейді. Бірақ сол жолда ұсталады ол кісі. Ұсталады да жаңағы орыс тұрғаны бар, халық жауы деп, әкейді 10 жылға соттап жібереді сол. Қай жыл соттайды? Бұл 40 жылы. Неше жыл отырды? 10 жылға соттайды, 41-ші соғыс басталады да, бұл кісіні түрмеден соғысқа жібереді. Соғыста қай жерде болды? Соғыста енді оның бәлен жерде болды деген мен енді есімде, мен өзім әкемнен 6 жасында қалдым. Ол кісі бәлен жерде соғысқа қатысты, бәлендей немісті қырды деген жоқ. Ол кісі ат ойынында болды, атты әскерде. Атты әскерде болған ба? Әскерде болды, ол кісі мынау аттың үстінде. Соғысқа қатыспаған? Соғысқа қатыспаған атты әскерде
аттың үстінде ол кісі мынау циркте қалай ойнайды солай ойнайтын адам болған. Сонда сол жаққа атты әскерге оқытушы болған ғой. Дайындаушы болған, жаңағы солдаттарды жаңағы дайындаушы болған. Содан сол соғыста жүрген уақытында енді өзі ақынды адам болған. Хаттың бәрін ана немен жазған, жаңағы өлеңмен жазған, амандық саулықтарын. Енді сол жерде жүргенде сол ат ойында жүрген уақытта соғыс бітіп, жапондармен 3 күн соғыс болды, соған бізді жіберді деп айтады дейді жаңағы. Бірақ жаңағы мен сол соғысты ғана көрдім, басқа соғыс көрдім. Қай жылы елге оралды? 45-тің аяғын жаңағы соғыс біткеннен 45 жыл ең артынан келіпті соғыстан. Жаңағы біздің әкеміз. Қай жыл өмірден өтті? 56 жыл өтті. Қай жерде? Еңбекте. Еңбекте өтті ме? Енді Ағатай, біз енді осы жаққа нағашым екеуміз арнайы келіп отырмыз ғой сізге. Жұмекең тіпті сізбен туған құда екенін осы дастарханда отырып білді. Ал енді Әбдікәмал әкеміздің жаңа айттыңыз, жаңа Сәти деген жерде қорым бар, барлық жаңағы Сәкен бабаның апалары да барлығы сол жерде жатыр деп, жаңағы менің ұлы нағашым Мұқшып Жаңбырбайдың да шешесі сол жерде жатыр деп, енді әбекеңмен келген күлішкен дедіңіз ғой. Енді жаңағы Әбдікәмал әкеміздің, Батыр нағашымыздың осы жақта ауылнай болғанына қандай негіздеме бар? Ол енді оған менің әкем білу керек еді, ондай нені айтқан жоқ. Ендіше бір минут, сізге кім айтты осы жақта ауылнай болды деп? Ол кісі Қасымхан айтты Осағадағы. Не деді туыр нақты? Осы жерде ауылнай сайлайық, ауыл совет сайлайық деген уақытта. Сайланды. Кім сайлайық деген уақытта осында бір керемет арғын бар, Әбдікәмал. Осы сайлайық деп сайлады деді. Содан кейін бұл жерде ол кісі жаңағы ауыл совет тұрды, енді бұл қай жыл сайланғанын айтқан жоқ. Қай жерде ол кісінің көңі бар деді? Оны енді көңі бар деп, мынау кім? Жаңағы Жайлабай жиеніміз елге 82 жылы келгенде айтып кетті апама. Қай апаңызға? Күлән деген. Сіз Күләннен естідіңіз? Күләннен естідім. Оның алдында осы жерге інім келген екен. Кім дегеніңіз? Ескендір деген інім. Осы жерде қайын жұрты бар, қайын апасы бар. Кім деген? Аманкүл деген, Олжамас дегеннің әйелі. Сол кісіге келген уақытта осы олар Талдыөзекке келіпті. Талдыөзекте сонымен Жайлабай осы неге тұрады деп осында келіпті. Сонда осында үлкен кісілер, сен Әбдікәмалдың баласы деп жаңағы қарсы алып, жаңағы танысып, әкеңнің атында көң бар ма жерде? Ауыл совет болған деп сол уақытта. Көң қандай жерде депті көңді? Осы мынау темір жолдың бойында деген сөз бар ғой. Темір жолдың бойында депті. Қазір ол жерге ши меңдімана өсіп кетті депті. Бірақ үйдің орны бар деп айтты дейді. Түсінікті. Енді Ағатай, сіз осы мына Қараноғай шал туралы білесіз ба? Осы мынау сіздер енді мына жерде Мәдібек болыспенен қатар болдыңыз ғой. Қараноғай шал деген бар ғой. Осы мынау Шу өзенінің мұзына батырып жіберді деген бір түрлі бір қызыл үй орнатты деген осы туралы айта аласыз ба? Ол кім? Олар мына Совет одағының атынан келіп. Қараноғай шал ма? Қараноғай шала. Ноғайбаев пен Шалабаев деген. Ноғайбай, Қараноғай, Шала деген екі адам ғой. Ноғайбаев пен Шалабаев деген ба? Ноғайбай. Қараноғай, Шала, екі адам. Иә. Солар келіп, Совет үкіметінің атынан жаңағы нен еткен ғой. Нен еткен? Қыз ойнақ жасаған. Қай жерде? Мына Қазықтыда. Ол Ұланбелге дейінгі жер. Шолақ Еспеге дейінгі жер. Иә. Сонда кигіз үй орнатқан ба? Кигіз үй орнатып, жаңағы Қызыл Отау деп, оның ішіне жаңағы елдегі қыз қырқында әкеп сол неткен. Содан ары қарай? Ары қарай жаңағы елдің
намысқой жігіттер жаңағы нетіп батпай жанына жаңағы солдаттар әкеп солдаттар кіргізбейді ғой жаңағы неге жаңағы үйге Қызыл үйге. Қызыл Отау Қызыл Отауды Қызыл әскердің солдаттары қоршап тұр. қоршап тұр. Содан кейін бұны ар жағындағы жаңағы табанның болыстығы болған. Сонда Байсейіт, ағайынды Байсейіт Мұқыш деген. Таманың болыстары ма? Иә, болыстығындағы азаматтар. Байсейіт Мұқыш. Соларға хабар беріп, солар кеп жағына енді бұрыннан таныс болса керек, үйге кіріп, сол жаңағы Байсейіт қара ноғайдың несін қолын қайырып, тапаншасын қайырғанда тапаншасы өзіне тиген. Тапаншасын қолын қайырып, соның өз қолымен өзін атқан. Өз қолымен өзі атылған. Атылған. Содан кейін жаңағы елдің намысқой жігіттері әбден нетіп, жаңағы қазықтың мұзын ойып, екеуінде соның астына жіберген. Батырып жіберген. Содан олар енді өкіметтің атынан келді ғой. Сол өкіметтің атынан келіп тарақтына болыстығын түгел талқандап. Мәдібек басқаратын тарақты болыстығын. Болыстығын түгел талқандап, жаңағы бұлай қарай ауған ғой жаңағы. Оңтүстікке қарай. Соны Қырғызстанға дейін өтіп кеткен. Сол кейін менің әкем бір шалдармен, тарақтың шалдармен әңгімелесіп отқан, сонда айтады, айтпа қарағым, ол бізге бір керемет, жаңағы бетімізге басылған керемет оқиға болды деп жаңағы нетіп отырады. Тарақтың шалдары ма? Иә, тарақтың шалдары. Сол тарақтыларына әулиеата ғой Жамбыл, соның маңына барып Қырғызстанға дейін өтіп кеткен. Бірақ өткеніміздің бір пайдасы дейді, балаларымыз оқып қалды сояқтан. Дұрыс болған екен. Аманбай аға, сіз кеше бір әңгімеңізде жақсы әңгімелер болды. Сол бір әңгімеңізді айтып қалдыңыз. Бір арғын 20 ғасырдың басында мөрді алып қашып кетіп қапты деп. Сол кім? Ол мына қазір аты ауысып кетті. Қылышбай деген ауыл болып кетті. Қандай деген? Қылышбай. Қылышбай деген ауыл, ол бұрын қандай ауыл болып аталған? Талдыөзек деген ауыл болған. Ал? Сол жерде жаңағы ауыл советті болған екен бір арғын. Сол Талдыөзекте? Иә, Талдыөзекте. Көрші совхозы. Аха. Сол жаңағы кейін жаңағы мөрді алып қашып кетті деп әлі күнге дейін айтады үлкендер. Сол Талдыөзекте? Иә. Сөйтсек ол алып қашып кеткен кім екен? Ол алып қашып кеткен дағысының әкесі екен, Әбдікамал. Жұмеке, рас па? Айтыңыз енді. Бұл әңгіме ауылда, біздің ауылда ылғи айтып жүрді, кейінге дейін айтып келді. Қай сіздің ауылда, қай жерде? Еркіндікте. Ол қай жерде? Ол Қарағанды облысы Шет ауданы Өспен округіне тиісті Еркіндік деген ауыл. Сол бірінші ауыл болған ол уақытта. Сонда ауылдың үлкен кісілері бұл мөр туралы ылғи айтады, бізге документті Әбдікамал жасап беретін деп. Ол документтің несі қиын болатын жағдайы. Сонда ол кісі мөр басып жүре берген бе? Мөр басып ағайын туыстарына жолда елге документ жасап беріп отырған ғой. Ой, сол 20 жыл мен 35 жылдың аралығындағы жағдай ғой бұл? Сол екеудің аралықтағы жағдай. Жақсы. Іздегеніміз табылды. Біз Құмөзектеп жүрсек, Талдыөзек екен ғой. Көрші ауыл ғой. Неше шақырым? 45 шақырым. Жақсы. Түсіндік аға. Біраз тарихты шолдыңыз, Аманбай аға. Біз өзіміздің келген мақсатымыздың да бет ашылып жатыр. Сізге көп рахмет. Өне беріңіз, өсе беріңіз. Жаңа айтып жатырсыз, мен Жаңарқаданмын, Қостанайданмын деп.
Енді жақсы азаматқа 300-дің қай жері болсын ортақ. Қай жері болсын ортақ. Жақсы азаматқа әр жер өзінің туған еліндей. Сондықтан мінекей сондай жақсы азаматтардың сіз бірі болып, мына осы Құмөзекте, Мойынқұм ауданында сондай абыройлы ақсақал екенсіз. Осы сіздің Алла тағаланың сізге берген қасиеті, киесі, сіздің мінекей балаларыңыз сайыннан туған балаларыңызға жұғысты болсын. Алла екі дүниенің нығметіне бөлесін сіздерді. Көптен көп рахмет сіздерге.